Не үшін ақшаға тіреле бастайды әйел адамдар? Өйткені ол әу бастан жігіт бір моментті упускать еткен. Жаңа орта қалыптаса бастайды. Университетте жаңа орта, мектепте жаңа орталар болады. Сол уақытта ортаға келіп өзгере бастайды көп қыздар. Күнделікті мынандай су ішудің өзі, дәретханаға өзі барып келуі, үйге күнделікті тамақтары келуі, үйдегі балалардың болуының өзі нығмет қой. Мейлі артық көйлек кимей ақ қойсын ол әйел, бірақ балаларына осыны үйретіп кетсін. Сол дұрыс болады. Ең жаман вариантын қарайтын болсақ, ең болмаған кезде қорламайды да ана әйел. Миллионерлердің арасында жүрсең, миллионер боласың, ұстаздардың арасында болсаң, бір күн ұстаз боласың. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Бүгін Алла тағаланың қалауымен Теңдес таулар подкастын ары қарай тағы жалғастырамыз. Бүгін бізде өте білімді, ерекше қонақ Айгерім ұстаз, Нұр-Мүбарак университетінің ұстазы, Әл-Асқар университетінің түлегі, исламтанушы. Қазіргі уақытта көптеген қыз-келіншектердің діни білімінің артуына үлес қосып жүр. Айгерім ұстаз, қош келдіңіз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, альхамдулилля. Подкаст басталудан алдын Айгерім ұстаз менен көп сұрады. Сұрақ қандай болады деп, өйткені ұстаздар бізде бірінші кезекте осылай сұрайды, ақпарат ретінде, шариғат жағынан біз жауап беруіміз керек деп. Бірақ біз бүгін Айгерім ұстазды көбірек өзінің жеке өмірінде болған дұғаларға қатысты сұрайтынымызды айттық. Өйткені көп оқырмандарға сол қызығырақ. Иншалла, бастаймыз ба? Иншалла, бастайық. Бисмилля. Ең бірінші сұрақ, барлық қонақтарға осы сұрақты қоям. Сіз үшін дұға деген не? Дұға деген бұл мен үшін барлық нәрседен өтетін жолғы. Кез келген өмірімізде болатын нәрселер. Бұл құлшылық. Ең бірінші құлшылық, екіншіден өзімнің құтқарушым. Себебі дұғасыз біз ешқай жерде көркеймейміз. Ешқандай жетістіктерге жетпейміз. Енді өзімізбен өзіміз әлемде қалып қоятын болсақ, дұғасыз жағдайымыз қиын болайын деп тұр. Сол үшін де дұға деген мұсылман қорғаны деп бекер айтпайды. Сол үшін дұғаны біз әрқашанда өзімді айтамын, шәкірттерге де үйретеміз, үйдегі балаларымызға да үйретеміз. Себебі дұғаның арқасында ғана біз жетістіктерге жетеміз. Онсыз болмайды. Жақсы. Дұғалар намазда, оразада болсын, қай жерде болсын, бүкіл жерде бар. Ал өміріңізде, жалпы күнделікті өмірде ең көп айтатын дұғаларыңыз бар ма? Бар. Таңертең мынаны айтамын, кешке мынаны айтамын, түсте мынаны айтамын, или бір қиын жағдайлар болып қалған уақытта мен осыны айтамын деген сияқты дұғалар. Ла хауля ва ла қуата илля билля. Ең көп жақсы көретін, және көп қолданатын. Себебі не болса да, қиыншылық келсе де оны айтам, жеңілдік келсе де оны айтам. Себебі енді менің мамандығым ақида саласы болғаннан кейін ба, Алла Тағаланың күш құдіретін негізі бекітіп отыратын дұға деп ойлаймын осыны. Сенімді бекітіп отыратын. Өйткені Аллахтан басқа ешқандай күш құдірет жоқ. Ол жақсылық келсін, бір нығметтер үйіліп төгіліп келіп тұрса да, қиыншылықтар келіп тұрса да, әрқашанда біз Аллахтың құдіретті екенін, Аллахтың жалғыз екенін, тек қана Аллахтан басқа ешқандай күш қуат жоқ, құдірет жоқ, басқа құдай жоқ екенін бекітетін дұға мен үшін. Сол үшін осы дұғаны көп айтамын. Ал өміріңізде осындай бір жағдай болды ма? Осы ла хауля ва ла қуата илля билля, Алладан өзге күш құдірет иесі жоқ. Осы дұғамен бір өміріңізде ситуациялар мүлдем басқаша болып кеткен уақыттар. Үнемі. Негізі біз былай қарайтын болсақ, егер де бізді қазір көрермендер ұстаз ретінде емес, просто адам ретінде қарайтын болсақ, қолымыздан келетін еш нәрсе жоқ. Біз жай ғана қарапайым бір кішкентай қызбыз ғой. Қолымыздан еш нәрсе келетін емес қой. Сол үшін де осы дұғамен Аллах Тағаланың мейірімімен, Аллахтың қалауымен, көмегімен осы дұғаның арқасында өтетінмін барлық нәрседен. Ол емтихан болсын, балаларыммен бір қиыншылық болса, отбасымда бір қиыншылық болса, жұмысымда бір нәрсені түсінбесем де, бір нәрсені реті келмей тұрса да, осы дұғаның арқасында ғана. Бұл дұғаны бірінші естіп тұрған адамға біз қалай түсіндірсек болады? Қалай бұны ашықтап, шарықтап берсек болады? Бұның дұғасы сөзбе-сөз бірінші, енді менің ойымда, уже миымыз былай қалыптасып қалған ғой, санамызда. Бір нәрсе не істеген кезде мен өзім сондай
бір нәрсені түсіну үшін мен бірінші сөзбе сөз түсінуім керекпін. Мгм. Әрбір сөздің түсіндірмесін. Кейіннен сөзбе сөз түсінгеннен кейін уже оның ішіндегі меңзеп жатқан шархын қараймыз. Мгм. Солай түсіндіретін едім. Бірінші сөзбе сөз тілдік мағынасынан қараймын. Мгм. Мысалға ля хауля, яғни айналамызда еш нәрсе жоқ, не? Ля хауля ва ля қуата, және Мгм. құдірет жоқ. Илля билля, иә? Аллахтан басқасынан. Осылай сөзбе сөз түсіндіріп, кейіннен оның барлығын біз шархын қараймыз. Одан кейін өмірде кәдімгідей айналымызда тәжірибе алатындай бір анализ жасайтын едім. Жан жағымызда кімнің күш құдіреті бар? Ағамыздың, көкеміздің, әкеміздің, анамыздың, кімнің? Сондай анализ жасап шынымен көресің, Аллахтан басқа ешкімнің күш қуаты жоқ. Мгм. Бәріміз біз әлсіз пендемізді. Сол үшін де осы дұғаларды санамен де өмірлік тәжірибемен де қабылдауға жеңілдеу болатын еді. Мен үшін сондай. Мысалы, ең бай адам да бір нәрсеге мұқтаж, ең дені сау адам да бір нәрсеге мұқтаж. Біз бәріміз ойлаймыз ғой, Мгм. үлкен адам ол барлық нәрсесі бар, бай адам барлық нәрсесі бар, дені сау адам барлық нәрсесі бар. Ондай емес, олардың барлығында бір нәрсесі бар, бір қиыншылығы бар. Мгм. Өздерінің бастарына өткізетін нәрселер. Олар да мұқтаж. Бұл не нәрсені білдіреді? Аллах тағала барлық пенделерді бір нәрсеге мұқтаж етіп қояды. Мгм. Оның өзі бізге бір нығмет қой. Адам тәкаппарланып кетпеу үшін, күпірлік жасап кетпеу үшін сондай бір нәрсеге мұқтаж етіп қояды. Мгм. Сонда осы дұғаны айтқан сайын иманымыз күшейеді. Ал мысалы, егер ұстаз, мен жасап жатқан дұғама мүлдем сенбеймін дейтін кісілер бар. Мен мысалға Алла тағаладан үй сұраймын, бала сұраймын, жақсы болашақ сұраймын дейді да. Бірақ оны Алла тағаланың маған беретініне сенбеймін дейді. Ондай жағдайда біз Аллаға сенімге байланысты, ақида, Аллаға сенім мамандығын бітірген ұстазсыз. Осы жағдайда біз олардың сенімінің, Аллаға деген сенімі, дұғаға деген сенімі, болашақтарының жарқын болатынына, немесе тағдырының әдемі болатындығына сенімін қалай түсіндірсек болады, қалай оны арттырсақ болады осы жерде? Әдемі сұрақ негізі. Негізі ондай күмән болса, біріншіден ол шайтаннан. Мгм. Шайтаннан. Біріншіден солай түсіндіремін. Ол шайтаннан. Себебі күмән деген бұл шайтанның бір жақсы көретін қаруларының біреусі ғой. Мгм. Сол үшін де ол күмәннан бірінші адамды не нәрсе, ол күмәнді алып тастау керек оның жүрегінен. Мгм. Чтоб яқин сенім болсын. Ол кәдімгідей бізде шариғат ілімдерінде қағида бар. Мгм. Әшшәкку язилу бил яқин деген. Білесіз, естіген шығарсыз. Иә. Күмәнді нәрсе тек анық, ашық нәрсемен кетіруге болады. Мгм. Сол үшін біз түсіндірем. Оны түсіндіруге қалай болады? Именно дұғаға қатысты нәрселер. Онда түсіндіреміз. Осы уақытқа дейін сұраған нәрселеріңді берді ма, бермеді ма Аллах тағала? Беріп жатыр. Берді. Беріп жатыр. Осы шынайы сұраған адамдарға Аллах тағала қолын қайтарған жоқ. Мгм. Берді. Тіпті сұрамаған нәрсенің өзін беріп жатыр ғой. Иә. Біз тек қана мынандай қолға былай ұстап, көзбен көрілетін нәрсені ғана сұраймыз. Ал негізінде сұрамаған нәрсенің өзін үйіп төгіп беріп жатыр да. Күнделікті дұрыстап демалайын, тамағымды ішейін деген сияқты тыныш ұйқы, оны сұрамаймыз ғой біз. Иә. Оның өзі нығмет. Ал енді күмәнді кетіру үшін мен айтатын едім. Бұл сұрамаған нәрсені берді. Ал сұрамаған нәрсені берді, сұраған нәрселерді барлығын берді, иә. Енді қарайық. Әлемнің барлығын Аллах тағала жаратты. Күш құдіреті жетті ме? Иә. Жетті. Барлығын. Енді осындай біздің кішкентай бір сұрап жатқан нәрсесін бермей ма деген қалай күмән туы мүмкін. Бүкіл әлемді жаратып тастаған Алла тағалаға, иә. Қарашы, мұсылманға да емес, кәпір адамдардың өзіне беріп жатыр. Үйіп төгіп беріп жатыр. Не үшін мұсылман адамға одан Аллах тағала сұрап жатқан кезде не үшін бермейді? Береді. Береді, дұрыс па? Логично? Иә. Логично. Ал енді қараймыз, берген кезде де Аллах тағала оны не үшін береді? Оны біріншіден Құранда аят бар ғой. Фасалуни фастаджибу лакум. Менен сұраңдар, мен сіздерге берем деді Аллах тағала. Уәде беріп жатыр. Ал енді не үшін кейбір жағдайларда бермейді? Демек, ол нәрсе бізге хайырлы болмай тұр қазіргі уақытта. Дәл қазіргі уақытта. Мысалы, мүмкін қадірін білмейді ол заттың. Мүмкін күпірлік жасап қояды, мүмкін шүкірсіздік, сондай нәрселер жасап қою мүмкін да. Сол үшін себебін қарастыру керек. Дәл қазір не үшін жоқ?
Мхм. сол кезде Аллахқа деген күмәніңіз болмайды. Мхм. Әу баста Аллахқа деген ана хуснузон дейміз ғой, Иә. жақсы ойлау болу керек. Аллах тағала әрбір пендесіне өте мейірімді и әрбір пендесіне жақсылықты тілейді. Мхм. Сол үшін да мынау жаман ойлайтын болсақ Аллах тарапынан, Аллах тағала маған бермейді десе, онда демек Аллах тағала залым. Дұрыс па? Солай ойлап тұр онда. Иә, демек Аллах тағала қай пендесіне залым болды? Мхм. Болған жоқ. Тіпті ауру болса да, қиыншылықтар келсе де, ол Аллах тағала залым емес. Әу бастан бізде негізгі қағида басымызда тұру керек. Аллах тағала әділ, мейірімді. Содан кейін сіз өміріңізде сұраған нәрсеңіз болмай жатқан өзінде сіз уже білесіз, демек мен өзім бір нәрсе дұрыс істемей жатырмын. Мхм. Немесе әлі уақыт келмеді, ол маған қайырлы болмай тұр. Мхм. Сол кезде сізде күмән да болмайды, ешқандай сұраған кезде мынандай екі ойлы болу деген нәрсе болмайды. Егер әу баста басыңызда андай приоритетная мысль дейді ғой, Мхм. сондай ой болу керек, сондай сенім. Аллах тағала береді, просто қазір кішкене бір уақыты келмей тұр деп. Ал алла тағалаға байланысты сенімімізді біз қалай арттырса болады? Жай ғана үйінде қарапайым баламен отырған әйелдер болуы мүмкін. Ол көп нәрсе ғой. Мысалға алла тағаланың көркем есімдерімен. Көркем есім болсын, намаз болсын, Мхм. үйдегі жай тыныштық болсын, үйдегі болып жатқан мына берекелі нәрселердің барлығына да көп пікір етсе, негізі менің негізі өзімнің позициям, адамдар ақылдарын істету керек. Мынандай келіп, міндетті түрде сізге бір мұғжиза сияқты бір нәрсе болу шарт емес. Адам күнделікті өзінің ақылын істету керек қой. Күнделікті мынандай су ішудің өзі, дәретханаға өзі барып келуі, үйге күнделікті тамақтары келуі, үйдегі балалардың болуының өзі нығмет қой. Даже пайғамбарлардың өзіне, кейбіреулеріне бала бермеген ғой Аллах тағала. Сол үшін қараңыз, әлемдегі болып жатқан нәрселер, бізге күнделікті норма болған заттар, көп адамдарда ол нәрселер жоқ. Ол көп пікір ететін болса, Аллах тағаланы ойлай беретін болса, Аллах тағаланы, Аллахтың берген нығметтерін көп шүкір ете беретін болса, иманы артады. Аллахтың тарапына ешқандай күмән болмау керек. Бекем иман. Негізі мен қазір қыздармен жұмыс жасаймын ғой. Сол айтамын, иман деген бұл теория ретінде тұрмау керек. Иман деген ол мощный инструмент. Адамды кез келген нәрседен алып суырып шыға алады. Ол иманы мықты адам, ол барлығында қабылдайтын адам. Ол не істейді? Мысалға біз ақшаны қарайтын болсақ, ақша да өте қуатты инструмент қой. Ақшаның күшін білеміз, әлемде, жалпы өмірімізде. Белгілі деңгейде оның күші бар, бірақ оның шегі бар. Иман Аллахқа болғандықтан оның шегі жоқ. Аллах тағала иманды адамдарды кез келген нәрседен шығарып алады ғой. Нормада ұстап отырады адамды. Сол үшін иман деген ол керемет нәрсе. Үйде отырған адамдар иманым әлсіреп кетті десе, қорқынышты нәрселер ғой. Ойлану керек, не үшін? Сол иманың қайда кетіп қалды? Сәл проблема болса, уже не істейді адамдар? Бір нәпсіне ерік беріп кететін бір жол тауып алады. Мен мынандай болып қалдым, стресс болып қалдым, шаршап қалдым, маған кішкене демалу керек болды деген сияқты. Не нәрседен шаршайды, кішкене демалдым ба, болды, арқартай алып кету керексің. Бірақ біз мынау шайтанның инструменттеріне еріп кетпеу керекпіз. Сол үшін иман мықты болу керек. Иман ол сондай нәрсе. Ол немесе бар, немесе жоқ қой. Қағида бойынша солай ғой. Вот именно сол сәттерде біз мұсылман ба, мұсылман емес пе? Мен Аллахқа иман келтірдім ба, ақыретке иман келтірдім ба? Онда не үшін адам мынандай төмен түсіп кетеді рухани? Болмау керек. Ана иманыңыз сізді үнемі осылай ұстап тұру керек. Үнемі. Егер де ол ұстап тұра алмайтын деңгейде болса, қарастыру керек. Аллахтан жәрдем сұраңыз. Хидаятты көп сұрай беру керек. Аллам хидаятын бер деп үнемі сұрай беру керек. Сонда иман мықты болады. Және де біз балаларымызға сұрау керекпіз. Біз анамыз ғой. Альхамдулилля, басым көпшілігі қазақ халқында немесе болашақ ана болады, немесе қазіргі уақытта бала ана, немесе болашақта әже болады. Үнемі Аллахтан болашақ ұрпағымызға, мына қиямет күнге дейін жалғасатын ұрпағымызға хидаятын сұрау керек.
Иә, мысалға жаңағы сенімге байланысты айттыңыз ғой, барлық дұғалар бар. Біз мысалға мына теңдес дұғалар кітабында да бүйтіп дұғаларды жазған кезде мен басын бұрындар байқамайды екенмін, бірақ кейін былай қарап зерттеп қарайтын болсақ, әрбір дұғадан кейін алла тағала, күнәға байланысты болса да алла тағала кешірімді, мейірімді, рахымды, немесе бір тәубе етуге байланысты болса алла тағала тәубелерді қабыл етуші, немесе ол шексіз жарылқаушы, соңында алла тағала өзінің мейіріммен, өзінің қаншалықты құдіретті, қаншалықты рахымды екендігін адамдарға бір ескертумен жабатын сияқты дұғаның соңында. Сенімсіз болып қалмас үшін, мені кешіре ма кешірмей ма, дұғамды қабыл ете ме етпей ма деген ой болмас үшін, соңында мен сенің дұғаңды қабыл етемін, мен сенің барлық проблемаңды көріп тұрмын, мен сенің бүкіл дұғаларыңды естіп тұрмын деген сияқты соңында бір әдемі нүктесін қояды байқасақ. Сосын жаңағы сондай бір дұғаларды оқып көрген кезде адам иманым әлсіреп кетті деген адам қайтадан бір иманы артатын сияқты, егер ойланатын болса. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, ойлану деген демек бұл тафаккур ғой. Тафаккур. Кез келген нәрседен сабақ алу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұға нағыз құлшылық деген. Яғни біз дұғада шынайы болады екенбіз. Аллаға ішіміздегі уайым қайғыны, қорқыныштарды, проблемаларды айтамыз. Соған қарамастан көбімізде мен дұға етуге лайық емеспін, дұғамның қабыл болатынына сенбеймін деген күмән бар. Бірақ Бақара сүресінде маған дұға етіңдер, дұғаларыңды қабыл етемін деген мағынада аят келеді. Сол себепті біз сіздер үшін өмірдің әрқилы сәттерінде шешім бола алатын дұғаларды осы кітапта жинақтадық. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Алла тағала барша дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Оған арнайы бір діни білім болу шарт емес қой. Себебі ақыл берді ғой. Мен үнемі адамдарға айтам, қыздарға, мысалы бізге ақша табу үшін бір нәрсені білмесе үйренеді. Не істейді? Бір нәрсені білмесе де ақша табу үшін рисковать етеді. Көп қадамдар жасайды, еңбек етеді, қайта бір нәрсе болмай қалды ма, екінші рет істейді, үшінші рет болмай қалды ма, бесінші ретін істейді, яғни тоқтамайды. Ал не үшін? Діни мәселелерде, рухани өзіміздің қалпымыз бар ғой, төмен түсіп кеткеннен кейін екінші рет шанс бермейді. Не үшін? Ақшаға керек тіреліп жатса, ол кезде біз әрекет етеміз, өйткені керек ол. Ал не үшін? Рухани жағынан біз қайта әрекет жасамаймыз. Байқайсыздар ма? Намаз оқыдым, болмай кетті, тастап кеттім, болды, арай жоқ. Енді ол логика қайда? Демек біз өзіміздің мұсылман ретінде сапамызды анықтасақ болады ғой. Әрекет жасай. Қазір тастап кеттіңіз, мысалы қаза етіп қойдыңыз намазыңызды, ораза ұстай алмай қалдыңыз, хиджабыңызды тастап кеттіңіз, енді түрлі жағдайлар. Екінші рет болмай қалды ма, қайтадан тәубе етіңіз, истихфар айтыңыз, қайтадан әрекет жасау керек. Қайта. Ақшаға тірелген кезде біз жасаймыз ғой әрекеттерімізді тоқтамай. Ой, болды, бұл менікі емес екен деп қоя салмайды ғой ешкім. Тура солай рухани өзіміздің дамытуды тоқтатпау керек. Ол адам болғаннан кейін бұл процесс, өмірлік процесс. Ең соңғы нәтиже бізге маңызды. Өлер сәтімізде. Оған дейін мүмкіндік беріледі. Оғанға дейін не болса да тоқтамау керек. Қайта. Шалынып құлап қалса да қайттан тұру керек. Айырымсыз, енді осы дұғаға байланысты өміріңізде андай оқиғалар болды ма? Сіз оны күткен жоқсыз, сіз сұрадыңыз, бірақ Алла тағала сізге сұрағаннан да артық берген жағдайлар болды. Сонда айтып беріңізші қыздарға. Негізі мен өзім жеке нәрселерді айтқым келмейді негізі, бірақ Аллахтың шексіз құдіретін адамдарға түсіндіру үшін просто мысал ретінде келтіре аламын. Менде бір уақыттарда мынандай проблема болды. Мен бала көтергім келді. Негізі менде 3 балам бар, альхамдулилля, Аллахтың берген нығметі. Бірінші қызым, и одан кейін ұзақ жылдарға менде бала болмады. 7 жыл бойы. Менде де 7 жыл. Көп ұстаздарда сондай екен. Бірақ ол нәрседе хайырлысы бар екен. И мен 7 жылда ойладым, өзімнің қатарластарымда уже 2-ші, 3-ші бала пайда болып жатты. Ойлаймын, неге олай? Не үшін менде бала жоқ? Мен ауруым ба? Негізі бір қызым бар уже.
Содан кейін медициналық тұрғыда барлығын қарадым. Анандай после первого ребенка бесплодие деген нәрсе бар екен да. Ондай да болады екен. Хоть бала болса да, кейіннен анда бедеулік пайда болатындай случайлар ондай бар екен. Ойладым, мүмкін менде сондай шығар деп. Одан кейін Аллахтан дұға еттім. Енді қыз бала болғаннан кейін біздің қазақ менталитеті ұл бала қалады. Аллахтан сұраймын, я Раббы, маған бала берші, ұл бала берші деп. Сөйтіп көп жылдар бойы дұға еттім, себептерін жасадым, там ем қабылдау, тағы бір нәрселер. Барам дәрігерлерге, бәрі нормально дейді. Яғни себеп жоқ та, бала болмайтындай. Кейіннен уже қоя салдым бұл нәрсені, бірақ сабақтарымда тоқтамай жүрдім. Сабақ оқи, ол кезде мен студент едім ғой, Асқарда. Енді бір баламен оқу оңай болды біраз жылға дейін. Қызым бір ойыншық сияқты, куклам. Өзімен бірге қайда жүрсе де алып жүремін да, и сабағыма ешқандай кедергі болмайды. И өзі де альхамдулилля, өзі бір берекелі қыз бір жүрген жерінде. Одан кейін дұға еттім, и Аллахтың құдіретімен тура 4-ші курсымды бітірейін деп жатқан кезде 4-ші курсқа түстім, и аяғым ауыр болды. Уже Асқарды бітіретін жылы. Сіз білесіз, Асқардың системасы бұл мынандай, бакалаврға түсудің өзі ұзақ жыл алады. Ана жақта қанша жыл кетті, и одан кейін өзі 4 жылым кетті. Арасында 1 жыл дұрыс оқымадым. Өйткені Қазақстанда келіп жұмыс істейтін болдық та біз. Подкурста сабақ бердім ғой кезде. Содан кейін келіп 1 жылым былай қалып қойды. Кейін уже жұмысты тастауға керек болды да, чтобы оқуымды жалғастыру үшін. Қайтадан уже нормально оқуға түстім да. И вот 4-ші курсқа келген кезде аяғым ауыр болады екен. Қалай білдіңіз ол туралы? Ол білген жоқпын мен. Білген жоқпын, жүре бергем, ұзақ жүріп 3-4 айдан кейін бірақ білген сияқтымын. Уже ұмытып қалдым кейбір нәрселерді. Солай бала туылды, прям тура емтихандардың арасында босандым. Бізде бар ғой 1-ші семестр, 2-ші семестр, 2-ші семестрдің аяқ жағында бала босанам, тура емтихан алады. Ол емтихан арасында тағы дұға ететін, ойлайтын, мен баламен қалай емтихан тапсырам? Жалғыз өзім Мысырда жүрмін. Альхамдулилля, достарымыз болды сол жақта көмектескен. Алайда оларда да студент, олардың емтихандары бар. Содан кейін Аллахтан сұрадым, я Раббы, мына емтиханнан құламай өтейінші деп. Аллахтың қалауымен бар ғой, мен сол семестрдің сабақтарынан мүлдем құламай өткем. Өзіңіз босандыңыз енді ғана. Қаншама не керек? Одан кейін ол емтихандардың арасында логикалық тұрғыда қарайтын болсақ, біледі ғой адамдар, енді келіншектер біледі, босанған әйел денесі босап кетеді, мүлдем температураның өзін сезбейді, бала бар. И одан кейін мен дұрыс дайындалған жоқпын, себебі дәрінің әсері бар, ол жерде ұйықтатып тастайтын дәрілер бар. И мен даже емтихан жаза алмадым. Бір емтиханға бардым, босандым, келесі күні емтиханға бардым. И ол пәннен мен негізі құлауым керек еді. Негізі. Бірақ мен Аллахтан сұрадым, білмеймін қалай екен. Аллахтың құдіретімен минимальный бағамен өттім ол емтихандардан. Таң қаласың, негізі мен құлауым керек еді ол жылы, именно сол емтихандардан. Бірақ дұға ете бергем, Аллахтан жәрдемін сұрап. Мен ойлайтын, қалай мен егер құлайтын болсам, енді әртүрлі сценарий басыңызда жүргізесіздер, құлайтын болсам не болады? Онда баламен қайтадан келу керек, уже 2 баламен қалай мен келем? Еще қалай, бірінші уже қызым мектепке бару керек. Мектеп бар, оны қалай тастаймын? Мына кішкентай жаңа туылған баламен қалай келем? Сол нәрсе маған үлкен проблема болатын ол кезде. Сол үшін көп дұға ете бердім. И кейіннен уже жазда бізде нәтижелер шығады. Өттім деген кезде мен деп жыладым. Неужели? Енді ақылға салатын болсақ, мен өтпеуім керек еді. Өйткені мен білем қалай мен жаздым ол емтиханды. Мен жарты парақта осылай жаздым, жартақ парақ қана жаздым. И қолымда андай система укол салады ғой. Дұрыс жаза алмай қолым осылай сызық қалып кеткен ғой парағымда. И сол сабақтардан өткізерді мен Аллах Тағала. Прям минимальный балмен өткізген. Сол кезде қандай дұғалар айттыңыз? Аллахтан просто жәрдем тілей бердім. Қазақша айттыңыз дұғаларды. Алладан жәрдем тілеп отырдым. Одан кейін студенттердің көп айтатын дұғалар бар ғой. Робби зидни илман, робби шрах ли садри деген соларды айта бергем. Аллахтан жәрдем тіледім. Алланың қалауымен үйде анамды дұға етті. Сол үшін ойлаймын, соның бәрі нәтиже. Енді Аллахтың мейірімі ғой. Енді осы қызығы оқым бітті, балалы болдым.
қатарынан екінші бала пайда болады. Артынша мен бала сұрадым ғой, ұл бала. Мгм. Қатарынан бірінші осы баланы 4-ші курсында бітірдім. Екінші бала, үшінші бала пайда болады. Екеуі де ұл бала. Машалла. Кейіннен ойлаймын да, я Раббым, мен 7 жыл бойы Аллахтан сұрадым ғой, қиналдым. Ішкі сезім қиын ғой. Енді әйел адам үшін қиын ғой. Кейін екінші бала болады, үшінші бала пайда болады. Сосын екеуіне қараймын ғой, қатарынан. Енді біреусі үлкенірек, кішірек. Сөйтіп нелер есіме түседі. Магазинде, мысалы Магнумдарда шампунь сатылады, қасына бір акционный, бір кішкентай кондиционер, бір нәрсе тұрады ғой. Сондай сияқты елестетеді да. Мен айтамын, мынау сұрап жатқан Аллах тағаладан сұрасын артып береді деген осы жерден таптым да. Мысалға мен 3-ші бала сұраған жоқпын ғой. Ұл бала берші деп. Сөйтіп біріншісін берді, қасынан қосып тағы үшіншісін береді. Қызық. Әлі күнге дейін альхамдулилля, екеуі бір-біріне серік, екеуі төбелеседі, екеуі ойнайды, екеуі бір-бірімен жүреді, арпалысып. Қызық. Осыны Аллах тағала артып беретінін көрдім. И одан кейін жүрегімде сразу тыныштық пайда болады. Аллах тағала сондай альхамдулилля маған берді деп. Оның алдында бір переживание болып тұратын еді ғой. Мысалға, демек барлығымыздың өмірімізде бір жағдайлар болады. Біз оны Алла тағаладан бір нәрсе сұраймыз. Оны Алла тағала арттырып берген уақыттан бастап болды, сол жерден нүкте қоямыз. Демек, одан кейін де мен Алла тағаладан бір нәрсе сұраймын ғой, бәрібір тоқтап қалмайды оны. Мен сұраған уақытта бере ма, бермей ма деген уайым кішкене болды ма дереу. Маған Алла тағала кезінде берді, жаңа сіз айтқандай. Артығымен берді, біреу сұрағанымен екеу берді. Демек, бұл жолда сондай болады деп ойлау керек екен, сонда. Иә. Енді қазір Аллахтан сұраймын, берекелі болсын, салихал ұрпақ болсын. Мен үшін, мен қазір қараймын ғой, біз бір джихадта сияқты жүреміз ғой. Қазіргі енді соғыс, бұл мынандай соғыс емес қой, майдандағы соғыс. Бірақ балаларымыз сырттан көп нәрсе айтып келеді. Мынандай ақидаға сай емес, шариғатқа сай емес нәрселерді балаларым айтып келеді. Демек, қоғамда бар балалардың арасында. Енді осы бар адамдарымызға, бар бұл ұрпақтарымызға ойлаймын да, егер мен балалармен ол нәрсе болып жатса, барлық Қазақстан бойынша болып жатыр ғой. Содан кейін ойлаймын, біз балаларымызды сақтап қою керекпіз. Ол мақсатымыз бұл дүниеде тек бала туу емес қой. Иә. Мақсатымыз ол емес. Мақсатымыз мұсылман болып қалсын. Аллах оған разы болып, олар Аллахқа разы болатындай деңгейде Аллахқа қайтсақ, сол мақсат бізде. Енді осы бар ұрпағымызға Аллахым хидаят берсін деп үнемі сұраймын Аллахтан. Салихалы ұрпақ болсын, тек қана мен балам емес, жалпы мұсылмандарны. Өйткені олар сол қоғамда бірге өмір сүреді. Біз уже болмаймыз. Балаларымыз қалады. Сол балаларымыз барлығы салихал болсын. Мысалға, мен балаларыма қандай келіндер түседі, сіздің балаларыңызға қандай күйеу балалар түседі, келіндер түседі, кім келеді? Маңызды ғой. Иә. Ол кәпір мемлекетінде өмір сүретін болса, қандай қиын ғой. Онда осы уақытқа дейін біздің орамалымызға, намазымызға сонша еңбекпен келгеніміз зая кетеді ғой, балаларымыз оны амал етпейтін болса. Дұрыс па? Сол үшін мен үшін проблема бұл қазіргі заманда. Бұл ата-енемен күресу емес, күйеуімізді аңду емес. Қазіргі проблема бізде болашақ балалар. Соларға біз осы мұраны жинап теріп, еңбекпен жинап алып келген нәрсені балаларымызға тастап кету керекпіз. Өйткені менің тәжірибемде көрдім. Өмірде проблема болады, иә? Әсіресе бізде әйелдер эмоцияға қатты беріледі ғой, түрлі информация естіп алады қазір. Сосын үйде печалькасы қосылып кетеді, страдалка, печалка. Сөйтіп сонымен өзімен жүрген кезде қарайтын болсақ, балалар құртылып жатыр. Сенімі, ғибадаты, ойы, санасы бәрі кетіп жатыр. И сондай семьяны көрдім, когда әкесі өзі бір бөлек, мысалға, өзінің интерестері бар. Әйелдің өзінің бір интерестері бар. Балалар өсті, балалары неше түрлі ЛГБТ болып кеткен, атеист болып кеткен. Сондай қоғамда көріп жатырмын да, онда ата-анасы намазхан. Онда біздің намазымызда не пайда? Оны ары қаратай жалғастырып кететін ұрпағымыз болмаса. Ал енді сол үшін мен ойлаймын, каждый әйел, енді қоғамда қанша әйел бар, солардың барлығы ұрпағымызға ары қаратай жалғастырып кету керек, бұны жеткізу керек. Тек қана балаларымыз Аллахқа ғана құлшылық етсін.
Аллахтан сұрасын барлық нәрсе. Мысалы біз үйрендік қой, альхамдулилля, иә. Мхм. Біз үйрендік дұғаның күшін, Аллахтың күш құдіретін бәрін көріп үйрендік қой. Енді осы нәрсені балаларымызға үйретейік. Біз мәңгі қастарында жүрмейміз балаларымыздың, иә. Иә. Оны білеміз, балаларымыз егер Аллахқа жақындамайтын болсақ, ол балалардың осы дүниесі ақыретте де жақсы емес, иә. Сол балаларымызға үйретіп кетейік. Қасымызда болмасақ та, балаларымыз бәрібір Аллахқа барып жалбарынып сұрайтын нәрсе болсын. Соған ғана. Обращение только к Аллаху, сондай болсын. Ата-ана мәңгі емес, тек Алла ғана мәңгі. Иә, иә. Алламен Біз ғана болады. бір уақыттарда жоқ боламыз. Соны балаларға үйретіп кету керек. Енді әйел адам болғаннан кейін, егер осындай подкасттар көретін болса, ұстаздардан сабақ алатын болса, осы пайдалы болсын. Не істесе де, мейлі артық көйлек кимей ақ қойсын ол әйел, бірақ балаларына осыны үйретіп кетсін. Сол дұрыс болады. Намаздың қадірін үйретіп кетсін. Мысалы, өзім қызыма қазір, пока ұлдар кішірек, қызға үйретем. Мен болсам да болмасам да намазыңды тастама. Мен саған контроль жасау міндетті емеспін, осы сен уже балиғатқа толғансың, үлкенсің деп түсіндірем. Бірақ намаз өзің үшін керек. Мен сені құтқармаймын, тек намазың құтқарады. И өзі қазір қараймын, өзінің емтихандар бар ғой. Әрбір 90-да там айлсы бар, анаусы бар, емтихандар. Қараймын, намазға тұрады өзі. Сосын келеді, мама, маған дұға етіп қойшы дейді ғой өзі. Альхамдулилля деймін. Енді жолдан тайып кетпесін. Альхамдулилля. Алладан сұраймын енді, Аллам хидаятын берсін деп. Машалла. Осы сайт жатқан уақытта мен өзімнің бөпелеріме жасайтын дұғам есіме түсіп кетті. Мен дұға жасаған уақытта, енді біз бала тақырыбы болғаннан кейін қатты көңіл жүрекке бататын тақырып қой бұл. Уайымдайсың олардың әр болашағын, мынау қазір қоғамда болып жатқан жағдайларды ойлайсың. Сол кезде мен балаларыма былай деп дұға ететін болдым. Мысалы, қазір балаларым енді 2 жаста. Дұға еткен уақытта, Раббым, қазір балаларым дені сау ете көр. Жалпы, үнемі балаларым дені сау ет. Олардың жалпы балалық шағын, жаңа айтады, травма дейді, ондай ешнәрсе болмайды. Бақытты балалық шақ нәсіп ете көр. Аллахым оларға өте жақсы бір мектеп нәсіп ет. Ертең бір мектепке барады, сол мектепте жақсы білім алуын және сол айналасындағы достарының жақсы болуын нәсіп ет. Өзіне пайдалы болуын. Ол 2 жасар балаға мектепті сұрау енді. Мектепті ғана сұрамаймын мен, оларға өмірінің соңына дейінгісін сұраймын. Аллахым, сен оларға жақсы білімді университет нәсіп еткейсін. Мен білмеймін қандай мамандық таңдайды балаларым, қандай нәрсеге жақын болады, бірақ сен сол таңдаған жүректеріне жақсы дұрыс таңдау нәсіп еткейсін, және сол таңдаған мамандықтармен бүкіл қоғамға, Қазақстанға пайдалы болу нәсіп еткейсін. Одан кейін Аллахым, олар тұрмысқа шығады. Енді егіз ғой, менде ұлым қызым тұрмысқа шығады, үйленеді. Қандай жарды нәсіп ету керектігін сен білесің, Раббым. Салиқалы, ізгі, шынайы, сондай жар нәсіп еткейсін. Оларға жақсы ұрпақ нәсіп еткейсін. Жалпы қазіргі уақыттан бастап өмірінің соңына дейінгі барлық моментті сұраймын ғой. Ең соңында, Раббым, ұлымның, қызымды өзіңе разы етіп алғайсың. Сондай әдемі қарттық нәсіп еткейсін. Әдемі жаңа өмір нәсіп еткейсін. Мен білмеймін қай уақытта олардан қоштасатынымды, олармен бұл өмірден кетіп, олар неше уақытта олармен айырылысатынын білмеймін. Бірақ сен оларға сондай мен кеткеннен кейін де қамқорлығыңды тек арттырғайсың деп. Өйткені біз жаңа өте дұрыс айттыңыз ғой, ата-анамыз, біз бір күн бармыз, ертесі күн жоқпыз. Және ол баламызға сол уақытқа дейін не үйретіп үлгердік, сол өте маңызды деп ойлаймын, иншалла. Иә, өте маңызды. Мен де тура осыған ұқсас нәрселерді сұраймын. Жақсы орта болсын, жақсы мұғалімдер, жақсы достар, жақсы салихалы жар болсын деп. Өйткені біз қастарында өмір бақи жүрмейміз. Сонда қасында жақсы адамдар болса, енді өмірлер жеңілдейді ғой. Олардың бәрі кеңесетін адамдар болады болашақ. Жақсы мұғалім. Мысалы, өзімнің кішкентай кезімдегі мұғалімдеріміз әлі есімізде бар ғой. Айтқан кішкентай бір насихаты болса, есімде қалып кеткен да. Ойлаймын, олардың да өмірлерінде сондай нәрсе бар ғой. Болашақ жар. Мысалға, дұрыс жар болмаса, олар да қиын ғой. Мысалға, қызымызға жақсы емес күйеу бала түссе, қызымыздың өмірі күйеуіне жәннаты не тозағы болады. Әрине, ол ешкім бөлмейді ол нәрседен. Да жаман болса да, бірақ та өмірі сондай қор болады ғой. Яғни адам сол нәрсемен күресіп айналысып жүреді да, маңызды нәрселерді істемей қояды. Ал егер екеуі де салихалы болса, қоғамда бір пайдалы болуға больше вероятность бар да.
мысалы үйде дұрыс емес келін келсе ұлдың өмірін құртады. Тек қана ұлдың емес, негізі үйде әйелге байланысты өте көп маңызды нәрселер бар ғой. Үйде бір берекесіз әйел болса, үйде сол ер адамның да өмірін құртады, толығымен отбасының бәрін берекесін қаштыртады. Сол үшін ұл балаларымызға да салихалы жар болу керек. Олар қоғамда тек қана өзіміздің базовый заттарды жабу үшін ғана емес, соларды табу үшін ғана емес керек қой. Бір қоғамда мысалы сахабалар өмірінде қалдырып кеткен бір маңызды нәрселер бар ғой. Енді біздің балаларымыз да тура сол нәрселерді істеу керек қой. Иә. Ал егер олар бір-бірімен әлек болатын болса, айналысып, онда ол еш нәрсе істемейді. Ол проблемадан басын көтере алмайды, ол қоғамда пайдалы бола алмайды. Ал енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның сөзі бар ғой, хайрун нас анфаған нас деген. Білесіз ғой хадисті? Ең жақсы адам пайдалы адам. Бір пайдалы болу керек, ол дініне пайдалы, қоғамға пайдалы, кез келген өзінің отбасына, туысқандарына, ата-анасына, балаларына. Мысалы пайдасыз адам, мысалға ойлаймын да, мысалы егер мен әйел болсам бір берекесіз адам болсам, онда ол менің берекесіздігім, жаман қасиеттерім балаларыма әсер етеді, күйеуіме әсер етеді, ата-анама әсер етеді, дұрыс па? Қоғамда мен бір нәрсе істеймін деген даже ешкім үміт артпайды. Егер мен ер адам болсам, мен жаман болсам, бірінші очередь семьяның бәрі берекесі кетеді. Қиналатыны сол отбасы болады ғой, ең бірінші. Одан кейін ол қоғамда да оған еш нәрсе істете алмайсыз оған. Ол мысалға қоғамда бізде пайдалы болу не? Ол жақсы мұғалім болу, жақсы дәрігер болу, жақсы СТО. Мысалы өткенде СТО-ның өзін таба алмаймыз. Bir нәрсені құртып тастайды мысалы, нянька іздеген кезде баланы өзінің тапсыра алмаймыз ғой біреуге. Байқайсыз ба? Повар болса тағы, завхоз болса тағы, немесе ұрлайды, немесе құртады, немесе алдайды, тағы бір нәрсе, немесе жұмысын жасамайды, қашып кете береді жұмыстан. Яғни қоғамда бір пайдасыз адамдар көп болады. Ал ислам ол нәрсеге қарсы ғой. Қоғамда пайдалы болу үшін бізде аманат деген нәрсені үйретеді, Демек біз мұсылмандарды сол нәрсені үйрету керек. Сонда қоғамның барлығы түзеледі ғой. Ол наоборот бізге выгодно да ислам, мұсылман болу. Қоғамға, мемлекетке ол өте тиімді нәрселер ғой. Көп тақуа мұсылман болғандар. Өйткені және білімді, және өзінің біліміне амал ететін мұсылмандар. Ол адам ол қасында осылай ашық тұрған заттың өзін алмай кетеді. Солай ғой. Демек себебі оның өзінің принциптері бар. Сондай нәрсе. Соны балаларымызға үйретіп кету керек біз. Мысалға мен үшін балаларымыз осындай қоғамда өмір сүрсе, мен үшін сол маңызды. Салихалы. Ол сонда пайдалы нәрсе жасайды. Ал егер ол қасындағы өзінің өмірлік жарымен қырылып жүретін болса, оның еш нәрсенің пайдасы жоқ. Ал енді мысалы өмірлік жарына да байланысты айттыңыз ғой. Қазір қыздарға қандай жар таңдауым керек деген кезде біз енді истихара дұғасын айтамыз. Истихара намазын оқыңыздар, истихара дұғасын айтыңыздар деп. Одан бөлек қыздарға біз қандай ақыл кеңес бере аламыз? Мысалға, бұрындары махрамдары сөйлесетін. Мысалға, мен сіңлім тұрмысқа шығатын кезде жаңағы ағасы сөйлесті, менің жолдасым сөйлесті, үйге шақырып сөйлестік, 4-5 проверкадан өткіздік. Сонда ол енді бізде жалпы шариғи білім бар. Біз оны түсінеміз. Қызды біреуге ұзатардан алдын жігітпен ол қыз өзі ғана сөйлес, ой керемет екен деп тұрмысқа шығып кеткен болмайды. Онымен махрамдар сөйлесу керек. Әкесі алдын ала, ағасы міндетті түрде сөйлесіп, өйткені ер азамат жақсы таниды. Енді біздің қоғамда қазір ондай емес қой. Қыздар өздері университетте жүреді, сөйтіп бір жігітпен кездеседі, танысады, сөйтіп ол жақсы-ау дейді да, сонымен енді тәтті шай уақытында қызбен жігітпен әкесі бірінші бір-бірін көреді. Уже келісіп қойды, уже тойдың күні белгіленіп қойды. Бізде ондай бір бар махраммен таныстыру деген нәрсе жоқ. Енді біз осы уақытта жарайды. Мүмкін олар әкелерін айта алмайтын шығар, әкелер онда өзің біл деп айтатын шығар, ағалар ой мен араластырма, өзің таңда деп айтатын шығар. Біз қыздарға қандай ақыл кеңес бере аламыз? Бұл мәселеде мен терең айтатын едім, шыны керек. Не үшін деген кезде мен қарсымын жігіттердің, біздің махрам жігіттеріміз бар ғой, мысалы әкеміз, ағаларымыз, олардың бас тартқаны. Жауапкерсіздік қой. Негізі жауапкерсіздік. Қоғамда қыздардың қараусыз жүргені, қыздар қарауы жоқ. Мысалы ер адамдарға ауыр тиетін шығар, бірақ мен ойлаймын да, не үшін өздерінің қарындастарына қарамайды, қыздарына,
өздері араласып біліп тұр ғой, міне бойжетіп уже мектеп бітіріп жатыр. Демек мектепті неше жаста бітіреді? 17-18. Тағы жарайды бір 2-3 енді 4 жыл мейлі жүрсін. Демек ол уже тұрмысқа шығады ғой, өздері де үйленді ғой, аналарына бір 18-19-20 жастарында, дұрыс па? Демек қызы да ертең тұрмысқа шығады ғой, ол заңдылық сондай. Демек уже қызына жар таңдау керек уақыты басталып жатыр, ақырын. Ол енді әркім тағдыры түрі, бірақ примерно бір 18-ден бастап уже кетеді қыз. Дұрыс па? Енді соған ер адамдар араласу керек, іздеу керек. Және де қыздар көбінесе әкелеріне ұялады ондай нәрселерді айтуға. Әкесі өзі алып келу керек және сөйлесу керек. Қызым немесе әпкесі болса, қарындасы болса, жігіт іздейтін болсан, бірге істейік. Бірге іздейік, қарайық. Біреу саған сөз айтқан болса, мен онымен танысайық, бірге іздейік, варианттарды қарастырайық. Араласу керек. Араласпайтын болса, ол қыз ол бәрібір оны жасайды. Ұялғаннан болсын, ыңғайсызданады. Или немесе қыздар, ой, әкесінің жағдайын көреді, ағасын қойшы дейді, өзім білем дейді. Мысалға, ол бәрібір ол жар таңдайды, іздейді. Ол жігітпен кездеседі. Сонда өзіңіз ойлаңызшы, ол мектептен шыққан, ол бір профессиональный бір ер адамдарды талпамен көрген адам емес қой, басым көпшілігі. Ол жас қыз, ол енді көрген, ол қалай өзіне дұрыс жар таңдайды. Енді Аллахтың мейірімен жақсы жартан бірден кездесіп жатса жақсы ғой. Басым көпшілік олар опыты жоқ, олар адамдарды тану білмейді. Ол не только еркек адамда, ол еще әйел адамда да тану білмейді. Тіпті даже базарда да кейбір кезде алданып қаламыз ғой. Болмайтын бір затты. Ол не то, что бұл жерде үлкен адам целый, өзінің өмірлік серігі ғой. Сол үшін бұл жерде ер адамдар араласу керек, анасы араласу керек. Үйге алатын еш нәрсе жоқ. Болашақта егер де қыздың жар жақсы болса, қыздың өмірі жақсы ғой. Және де ол махрамдары, үйдегі әкесі аманатын сол жігітке тапсырады, уже уайымдамайды. Ал енді ол алады, дұрыс болмай қалса, ол қызы қайтып келеді, ол үйіне қайда барады. Не әкесі де қарамайды, ағалары тіптен твои проблемы деп шығара салады. Сол үшін де ағалары көбінесе ертең өздері үйленеді, келіншегі болады, ана қыз қайтқан кезде жеңгесімен де сыйыспайды біреуде. Демек, әлемде мұсылман қыздар өзімен өзі бір джунглиде қалып қояды ғой, жабай аңдардың арасында. Бір кішкентай бір қозы қалып кеткен сияқты ғой. Сондай болып қалып қалады. Енді ол не деген нәрсе? Сонда махрамдарымыз не істеп жатыр? Жалпы мұсылман жігіттеріміз сонда не қарап жүр? Сонда қыздарымызды қорлап қоя ма? Онда кім қорғайды ол қыздарды? Не үшін онда басымдылықты, қауам сипатын не үшін ер адамдарға берді? Ар-риджалу қауамуна аля ниса. Қайда онда қарап жатыр? Ол ұят нәрсе ғой, жалпы шынымен қарайтын. Бірақ бізде оны ар-риджалу қауамуна аля ниса деп айтқан кезде, ұстаз, былай деп қабылдайды. Мен ақыл жағынан, күш жағынан, шешім қабылдау жағынан сендерден мықтымын деп айтады. Ол қазір тарап кеткен нәрсе да. Бірақ жауапкершілік келген кезде мықты болмай қалады көбінесе. Енді мен может көңілімде тиіп қалатын шығар көп ер азаматтардың. Неге? Өйткені егер мен қоғамда, мысалы қазір инстаграмда өте көп деген нелерді көреміз. Егер қыздар жаңағы алданып жатса, немесе бір қиын бір жағдайға түсіп жатса, немесе бөтен бір кездесіп жүрген жігіт оған қол жұмсаса, мен қызды да жігіттен бұрын дереу махрамдарын кінәлаймын. Әкесін, бұл әкесі қайда қарап отыр? Бұл қыздың ағасы қайда қарап отыр? Мысалы енді кейде бір жаңағы пранк деп бөтен жігіттің қолын ұстап, сондай болып жатады. Оны қоғамда бір романтизация қылып жібереді. Бір корейский дорама сияқты, бір аяқ асты екеуі кездесіп қалып, бір махаббат болып кетті деп. Ал негізі оның арқасында қанша бір күнәлі істер, зина жатыр ғой. Сондай уақытта мен бірінші кезекте айтамын. Демек, бұл үйде ағасы жауапсыз. Әкесі бұл қыздың жауапсыз, қарамайды. Сондықтан да қыздар көбінесе қарайтын, оған көңіл аударатын адамға қарай ауып жатады. Осындай жағдайда жарайды, бізде айттық, махрамдары қарау керек. Егер махрамдар мүлдем қарамаса, немесе мүлдем бас тартатын болса, қыздар қандай дұға жасаған дұрыс болашақ жарына? Оны қалай сұраған дұрыс? Бір лайфхактермен бөлісіп кетейікші. Мысалға, мен айтар едім, тахаджуд намазында сұраған жақсы деп. Иә, дұрыс. Мен өзім еткен тахаджуд намазында сұрағам күйеуімді. Тахаджуд намазда сұрау керек. Иә, мен негізі өзім кез келген нәрседе мен шариғатқа
қараймын да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Енді жар таңдаған кезде ол жерде не дейді, хадисте айтылады, бірінші діндарлық қасиеті болу керек. Діндарлық деген не нәрсе? Діни тақуа адам, дінді білетін, тақуалығы бар адам, ол кім? Діндар болу деген сөз ол мынандай сақал қойып, тақиясын қойып, 3 пара там 10 пара Құран жаттаған адам емес. Иә. Ол мүлдем оған қатысы жоқ. Себебі қазіргі қоғамда любой адам маска кие салады. Тақуа адам да періште болып кетеді. Сыртына қарамай ақ қой, сыртқа қарамау керек. Тақуа адам деген, діндар адам деген ол харам халалды істейтін адам, білетін, амал ететін, Аллахқа зұлымдық жасамайтын, демек сенімі дұрыс болатын. Өйткені менің практикамда қараймын, сенімі дұрыс адам ол Аллахқа демек зұлымдық жасаған жоқ, және де Аллахқа зұлымдық жасаған деген ол аманат па? Аллахқа зұлымдық дегеніміз ол Аллахтың сипаттарын бұрмалайтын адам. Дұрыс, демек сенімі дұрыс емес деген сөз. Ол сенімі дұрыс болу керек, демек Аллахқа зұлымдық жасамау керек. И одан кейінгі шығатын нәрсе, кім Аллахқа зұлымдық жасамайық, вероятность бар, что адамдарға да зұлымдық жасамайды. Өйткені ол иманы дұрыс қой. Иманы дұрыс адам ол басқа адамдардың хаққысын біледі. Ол харам халал нәрсені біледі. Біреудің ала жібін аттамайды деген сөз ол. Ал кім Аллахтың сипаттарына зұлымдық жасап тұрса, Аллаға зұлымдық, ол адамдық айтады. Логично. Ол жаратушысына өзі зұлымдық жасап тұрды. Демек ол пендені, конечно, ол не жасайды? Құдайдан қорықпағанын қорық деген сияқты ғой. Сол үшін діндар адам деген осы жерде ол бір намазға қатысты емес. Ол намаз уже по умолчанию жасалынатын нәрселер да. Ол намазында оқиды, харам халалды білетін, адамның ақысын білетін, сондай адам болады. Сол үшін діндар аманат деген нәрсені біледі да, ол жалпы. Ол кішіні қамқор қылады, әлсізді, үлкенді құрмет қылады деген сөз ғой. Андай. Ал егер ол тақуа болмаса, ол өзінің мықтылығын пайдаланады, әлсіздерді қорлайды. Ол тақуалығы болмаса, ол себебі тақуалық болмаса, ол нәпсі көтеріліп кетеді деген сөз ғой. Ол нәпсінің етегінде жүреді. Ол не істейді? Әлсіздерді одан сайын қинайды, үлкендерді құрмет қылмайды, өзінен күштіректерден абайлап жүреді. Тек басқа бір күштен қорқатын болады да. Ол дұрыс емес қой. Онда ол джунглидің заңы болып кетеді. Байқайсыздар ма? Сонда ол қоғамда, исламдағы анда үйрететін нелеріміз бар ғой, заңдылықтар, соның бәріне қарсы болады. Ал ислам дінінде мынандай көбірек күш қуатын, қабілетін, жалпы мүмкіншіліктерін көп болған сайын жауапкершілік те көп болады. Әлсіз болған сайын әлсіз адамдарға біз көмек беру керекпіз. Сол үшін бізде мына садақаның, зекеттің, байқайсаңыздар ма? Мақсаты кімге беру? Кез келген адамға бере салу, әлсіздерді зептіріп, таңдап алып көмек беру ғой. Солай ғой? Сол үшін қыз таңдаған кезде діндар жігітке таңдау, тақуа болу керек. Оған байланысты Хасан Басридің, по-моему, если не ошибаюсь, сөзі бар. Бір ер адам келеді, сол заманның адамдары, ойлаңызшы. Сол заманда адам келеді, қызымды кімге берейін дейді. Кеңес сұрайды ғалымдардан. Сонда айтады, тақуа адамға бер дейді. Өйткені егер ол тақуа болса, және оны жақсы көретін болса, оған акрамаха дейді, яғни оған құрмет қылады дейді. Мысалға бізде шариғатта бар ол міндеттер жүктелген. Енді минимальный, базовый жүктелген нәрселер бар да. Мысалы, ер адам оны қамтамасыз ету керек. Үймен, тамағымен, киіммен, қамқоршылыққа ұстау керек. Егер де ол жақсы көретін болса, осы базасын береді, оған қоса артып береді. Мысалы, қыдыртады, жақсы көреді, еркелетеді деген сияқты сондай. Бұл жақсы көріп жатса, ол діндар болып тұрса. Ал егер жақсы көрмесе, мысалға бірге тұрды, бірақ бір уақыттан кейін жақсы көрмейді әйелін. Бірақ оның тақуалығы оған не нәрсе шектен шығып кетпейтіндей қылып үйретеді тақуалығы. Онда ол базасын береді. Мейлі оны артып еркелетпей ақ қойсын, бірақ хотя бы базасынан айырылмайды. Толықтай тастап қоймайды, жақсы көрмейді деп. Жақсы көрмесе де оған оны далада қалдырмайды. Ол кеңесі, сол кездегі ғалымдардың айтқан кеңесі әлі күнге дейін актуальный болып тұр. Қазір тақуа жігітке тұрмысқа берсеңіз қызыңызды, ол қызды қарайды, ол далада қалдырмайды. Өйткені ол Құдайдан қорқады, ол аманаты деп алды да. Жақсы көріп жатса, жарайды, оны артып бере береді. Жақсы.
Ал енді ең жаман вариантын қарайтын болсақ, ең болмаған кезде қорламайды да ана әйелді. Әйтпесе қоғамда қазір Инстаграмды ашайықшы, ана жақта бір әйелді өлтіріп тастады, машинаның артынан сүйреді, атқа байлап тастады, бүйтіп қойды, сөйтіп қойды, ұрып соғып адамдарды өлтіріп жатыр. Қашан ол ислам дінінде болды? Ер адамның бүкіл жұмысы әйел болған. Қашан болды ол? Болмаған ғой. Олар джихадқа шыққан, олар кәпірлермен соғысқан, олар деген ілімді дамытқан, ғылымды дамытқан, мешіт медреселер, больница бір нәрселерді ашқанда, яғни бір күрделі маңызды нәрселермен айналысқанда. Ал қашаннан бері бұл ер адамдардың бүкіл ісі тек айналасында, әйелдің айналасында болды. Ондай болмаған ғой. Демек біз өте төмен деңгейге түсіп кеткенбіз ғой. Көріп жатсыз ғой. Ол не? Тақуалықты арту керек. Ол мынандай сыртқы келбеттегі тақуалық емес, ол сыртқы келбеттегі нәрсе Аллахтың алдында ешқандай қадір қасиеті жоқ, құны жоқ. Сол үшін тақуа жігіт, ол Аллахтың қалауымен, білесіз ба, ол өзі тақуа болса, әйелін де дұрыстап қояды. Егер совсем дұрыс емес, андай бұзық әйелдер болатын болса, олар просто бірге тұра алмай қалады. И ол ер адамда Аллах тағала өзі сақтап қояды да, оған өзіне сай әйел береді кейіннен. Тіпті біреусі дұрыс болмай қалса да. Ал егер тақуа емес болса, онда бүкіл ісі, ол әйелмен дұрыс тұрмаса, онда жамандайды, зиян келтіреді, ақшасын бермейді, балаларын қинайды. Әйелге қиыншылық жасаймын деп балаларын қинап қояды. Өйткені біледі ғой, әйелге тікелей әсер ете алмайды жаралау үшін. Балалар арқылы, балалар мысалы алимент мәселесі мысалы қарайтын болсақ, сұмдық нәрсе ғой. Енді ұят нәрсенің шегіне жеттік негізі. Ал тақуалық болсын. Сол үшін қыздарымыз тақуа жігітке тұрмысқа шықсын. Ол дұрыс тұрса да, тұрмаса да бәрібір результаты жақсы болады. Екінші критерий бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде айтылған, бұл жақсы мінезді жігіттерге беру. Өйткені оны ақшаға сатып алмайсыз. Иә? Жақсы көркем мінез. Қанша жағдайың жақсы адам? Жақсы. Маған көп қыздар келеді ғой, әйелдер. Өте бай тұрады. Жағдай бәрі жасаулы. 100% емес, 1000%-ға жасалып тұрған жағдайлар. Тұрғысы келмейді кейбіреулер. Ол керек емес ол нәрселер бар. Мәмілелер жақсы емес та. Сол үшін екінші критерий бұл жақсы мінезді болу. Жақсы мінезді болу ол кездерде, мысалы әйел адамдарға негізі қарапайым мұсылман қыздарға мен өзім просто анализ жасадым да, қазір көп қыздар махр көп сұрайды ғой, байқайсыздар ма? Одан кейін бір конфликт болса күйеуінен, онда маған мынаны алып бер, мынаны сатып алып бер деп айтады, уже материалдық тұрғыдан қинайды күйеулерін. Не үшін? Негізі басында ондай болған жоқ қой. Бір шоколад алып берсе де мәз болып жүретін еді ғой ол кезде. Не үшін ақшаға тіреле бастайды әйел адамдар? Өйткені ол әу бастан жігіт бір моментті упускать еткен. Өткізіп алды. Ана мәмілесі дұрыс болмай қалды. Ана әйел өзіне ана қамқор екенін сезіне алмай қалды. Өйткені ол күйеуінің қасында ол маңызды екенін сезіну керек, ол күйеуіне үшін, күйеу үшін. Ол андай қамқорлықта болып жатқанын сезіну керек. Маңызды екенін, дұрыс па? Құнды екенін. Сол ер адам егер әйеліне сондай сезіндіре алатын болса, әйел адам одан ақша да сұрамайды ғой. Бар нәрсеге қанағат етіп жүреді. Ал ол нәрсені таппағаннан кейін, ой қойшы сені деп боқтап тастайды, ұрысып тастайды, проблемасын өзі шеше бастайды әйел адам мысалға, қиналып қалады, айтқан нәрсесін тыңдамайды да, содан кейін әйел адамдар уже өшін алады. Ол өш алатын не нәрсе? Шариғат рұқсат берген нәрсе, оның нафақасында мысалға мәмілесінде сондай. Сол нәрседен жасайды да. Байқайсыздар ма? Иә. Одан кейін ер адамдар, ой, бұлар дүниеге берілген деп конфликт, екі тараптан конфликт пайда болады. Негізі оны мәмілемен дұрыстаса болады. Сол үшін мен ойлаймын да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ер адамдарға насихат айтады ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жігіттерге айтады, сендердің ең жақсыларын әйелдерге жақсы болғандарын деп айтады, иә? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жігіттерімізге оларға зиянды болатын нәрселерді насихаттай ма? Пайғамбар саллаллаху андай подкаблучник жасау мақсат жоқ қой жігіттерімізден. Бірақ не үшін оларға сондай насихат айтады? Мен ойлаймын, ер адамдардың нәпсін кішкене түсіріп тұру үшін деп. Жоқ, просто это выгодно жігіттерге. Жақсы мәміле жасау. Ол жігіт өзі заинтересованный болу керек ол нәрседе. Ол мәмілесі дұрыс емес болса әйелімен бірге, өзіне жау тауып алады, өзіне жау жасап алады. Оған выгодно да өзінің әйелімен дос болғаны. Иә.
Сол үшін пайғамбарымыз сол үшін айтты ғой, мысалы әйел адам қашан әлсіз болады, ол пока балалары кішкентай болған кезде. Мхм. Ал ол кезде жігіттер күш қуаты көп болады, қуатты болады керісінше. Мгм. Кейіннен ол баланс былай түзеледі. Бір 40-45 жас, Балалар 50 жас. өскен кезде. Балалар өскен кезде әйел Мгм. керісінше қуатты болады, өйткені балалар оны қолдайды. Мм. Ер адам наоборот әлсірейді. Мм. Вот сол кездерде басталады уже аталарымыздың қадірі не үшін кетіп қалады. Иә, кейде отбасылар болады, әжелер, ой, сен сөйлемей отыршы деген сияқты ұрыс береді Демек аталарым. кезінде сондай бір дұрыс емес мәміле жасады да. Өмір, жаңағы не айтқыңыз келіп Алма тұрған, кезек. өмір алма кезек, бумеранг. Сол үшін де жігіттердің өздері олар әйелдерімен жақсы болу керек. Жақсы болу керек деген кезде мен айтып жатқан жоқпын, ез бол деген сөз емес. Ол жігіттердің өзінің үйренетін негізі фихта қағидалар бар. Бүкіл нәрселерді әйелге шешімді қабылдаған кезде әйелге артып тастамайды. Ол өзі шешім қабылдайды, ойлайды, кеңеседі, бірақ қабылдайтын шешімді өзі қабылдайды. Мхм. Өйткені әйел адам эмоцияға беріледі ғой, Иә, денеге иә. беріліп кетеді. Енді жалпы әлсіз жаратылыс қой. Даже бізде кейбір кезде намаздың өзін бізден сұрамайды ғой. Мысалы кейбір күндерде біз даже намаз оқымаймыз. Иә. Тіпті жаратушының өзі Аллах тағала бізге кейбір кезде жүктемейді кейбір нәрселерді. Не үшін? Өйткені біз әлсізбіз. Байқайсыз ба? Субханалла, расымен. Бала Расымен. босанғаннан кейін де намазды жүктемейді. Иә. Оразаны да Ал жүктемейді. не үшін? Жаратылыстан сұрайды ол уақыттарда. Мхм. Тіпті жаратушының өзі сұрамайды ғой ол кездерде. Иә. Сол үшін де жігіттер ол шешімді өздері қабылдайды, ол жан-жақты болу керек, ол әлсіз болуға ақысы жоқ. Мм. Өйткені ол үйленді ма, отбасылы болып тұр ма, ол мықты болу керек. Мхм. Ой, бір нәрсе қыламыз, әйел мықты ғой, бүйткен сөйткен деген жарамайды. 40 жаны бар. Жарамайды. Иә, иә. Ол бір күні ол 40 жаны ол өлмейді ешкім, бірақ та сынады. Мхм. Сынады, семьясы сынады, тағы бір нәрселер көреді. Ана шыны ыдыс сияқты байқаңдар Иә. деп айтылған Иә, содан иә. ғой. Мхм. Ол сондай жаратылыс, біз оны өзгерте алмаймыз. Біз мысалға мысықтан сен тигр бол деп талап ете алмаймыз ғой. Мхм. Тура сонда әйел адамның өзінің үйдегі отбасыдағы әсері бар, берекелендіру, үйде тыныштық, мынаны бәрі бар нәрсе, ол әйелдің қолындағы нәрселер. Мхм. Бірақ барлығын енді шамасына жетпейтін нәрселер артып қою болмайды. Мхм. Ол болмайды, ол никак істей алмайды. Сол үшін де жігіттер егерде үйленетін болса, олар білу керек не нәрсе істеп жатқанын, қандай қадам басып жатқан. Істей алмаймын, оны бастамасын ол жолды. Мхм. Ол неке тағын біз как раз курстарды жасап жүргенбіз осы тақырыптарға. Тірелдік уже осы тақырыптарға. Себебі көп ажырасу көп болып жатыр. Иә, иә. Бақытсыз жандар, бір-біріне сенбейтіндері, қадір қасиеті кетіп жатыр ғой қазір жастардың арасында. Не только жастар, жалпы адамдар. Иә, иә. Сол үшін амал жоқ, біз осы тақырыптарды көтередік уже. Шы. И сол үшін де мінекей қараңыздар, жігіттер өздері жақсы мәміле жасаса, ол әйелі ешқайда кетпейді. Мхм. Ол енді совсем кетіп жатса, демек ол совсем күнәһар бір бұзылық әйел болып тұр ғой. Оның мәмілесі енді бөлек. Бірақ стандартты жағдайларда басым көпшілікте сондай да. Сол үшін екінші, ол жігіттер өздері жақсы мәміледе болу керек. Ол өзіне жақсы да. Ол әйел адам бәрібір тақуа жігітті көріп тұрса, ол Құдайдан қорқады. Иә, иә. Және де ол жігіт таңдаған кезде ол бір бұзық әйелді таңдамайды ғой. Тақуа әйелдерді іздеуге тырысады ғой. Енді стандарт бойынша деп. Егер ақымақ бірақ сұлу бір әйел тапса, онда өзінен көрсін да ол нәрседен. Өйткені ол соған басымдылық береді, Тоқтама. әдемілікке. Иә, егер сөзге тақуалыққа тоқтамайтын әйел болса, онда өзін таңдауы да дұрыс емес деген сөз ғой. Әу бастан. Сол үшін жігіттер, қыздар жақсы, енді қайтайық бұрынғы неміз, діндарлыққа қарау керек, тақуалыққа, мінезіне қарау керек. И тағы бір хадис бар, пайғамбарымыз тыйған, кімге бермеңдер деген. Өте сараң жігіттерге. Иә, иә. Сараң жігіттерге бермеңдер. Одан кейін барлық нәрсе міндетті түсініп отырады ғой, өйткені өмір қорланып кетеді ана қыз баланы. Сондай нәрселер бар. Енді басқа да көптеген хадистер бар ғой, әрине. Бірақ бұл жалпы сондай критерийлер. Сонда осы тақуалығына, Алладан жаңағы қорқатынына, жаңағы аманатшылдығына, сараңдығына, жомарттығына енді қараймын, иә. Махрам болмай жатса да, енді адам оны білуге болады. Кездескен уақытта да, сөйлескен уақытта да, мәмілесіне қарап негізі білуге болады. Тағы истихарада оқыса болады. Аллахтың ізде маған егер қайырлы болса, нәсіп ет деп. Иә, мысалға біз жаңағы істеген бұл қолымыздан келетін себептер ғой. Біз діндарлығын толығымен біле алмай қаламыз.
мінезі ғана, бірақ айналысын қарау керек. Махрамдарымызды сол үшін жібереміз. Мысалға махрамдарымыз барып сөйлесіп біліп келсін. Ал енді барлық білім тек Аллахқа ғана тән нәрселер ғой, біз бәрін біле алмаймыз. Сол кезде вот истихара оқимыз. Но қолдан келген нәрселер, қолдан келмейтін Аллахқа тапсыра саламыз. Сол үшін истихара. Ал енді әйгерім ұстаз, мысалға бізге бұрындар Египетте Құран жаттап жүрген кезімде ұстаз айтатын, жаттай алмай қаламын ғой Құранды. Сол кезде жаңағы 2 ракат қажет намазын оқып, сосын артынша 100 рет салауат айт. Сосын иншалла жаңа дұғаңды жаса. Жаңа не сұрайсың, Аллахым мен осы есте сақтау қабілетімді арттыршы деп сұрайсың ба, ол да рызық. Осы рызығымды арттыр деп сұрай деп. Сосын жаңағы енді тұрмыс, жаңа балаларыңыздың жақсы болған немесе жақсы адамға тұрмысқа шыққыңыз келсе, біз тахаджуд намазын оқысаңыздар енді жақсырақ деп айттық. Тура осы сияқты сіздің өміріңізде де қолданатын және де кеңес беретін бір лайфхактар бар ма өміріңізде? Дұғаға байланысты, намазға байланысты. Дұғаға, иә. Тахаджудке тұру, одан кейін 5 уақыт намаздан кейін. 5 уақыт намаздан біз көбінесе сол нәрсені мән бере қоймаймыз да. Негізі 5 уақыт намаз ішінде қаншама фатиха оқылады, қаншама Құран оқылады, қаншама зікірлер, дұғалар айтылады ғой, таспихтар айтылады ішінде. Солардан кейінгі уақыт берекелі уақыт қой. Кім сол уақытты өткізіп алады, сол біраз берекеден айырылып қалады ғой. Солардан дұға ету 5 уақыт кәдімгідей. Тахаджудке тұру. Тахаджудтың ерекшелігі бар ғой. Шынайы сіз қалаған нәрсеңізді тек тахаджудте сұрайсыз ғой. Тахаджудке тұра алмаймын десеңіз, демек сіз ол нәрсені дұрыс қаламай тұрсыз деген сөз ғой. Иә, шын қалаған адам тұрады тахаджудке. Одан кейін Аллах тағала береді. Жаңбыр жауып жатыр, енді стандарт нәрселер бар ғой бізде. Сондай бір берекелі уақыттарда, сосын біреу сізді ренжітіп қойды, сол уақыттарда пайдалану. Сосын ата-аналарымыздың дұғасын алу. Ата-аналардың рөлі керемет, қыздар. Әже аталарымыз бар, ата-аналарымыз бар, олар дұға етсе, олардың дұғасы қабыл. Сол әдептілік сақтау ғой жалпы. Кез келген нәрседе бізге көзге көрмейді. Біз ойлаймыз, тек қолымыздан істейміз, сосын аламыз результатты. Ондай емес. Көбінесе біз нәтижені, жақсы хайырлы нәтижені әдептері арқылы аламыз ғой. Соларды орындау керек. Садақа беру, мұқтажды тыңдау, ауруды зиярат ету, ораза ұстау, үлкендерді тыңдау, сыйлау, құрмет қылу, қонақ қылу деген сияқты. Сол арқылы оларда ризашылығын, ол тіпті білмейді да қалай дұға ету керегін. Ішінде риза болды ма, Аллах тағала сол нәрселерді қабыл етеді. Сіздің қажетіңізді жауып қояды. Мұқтаждардың қажетін үнемі жауып тұру керек. Біреу білімге мұқтаж, біреусі ақшаға мұқтаж, біреусі кеңеске мұқтаж, біреусі қол көмекке мұқтаж. Тырысу керек, өзіміз көмектесу керек. Бізде қазір айтады, спасатель болуға болмайды деген. Ондай емес, істей беріңіздер. Ондай емес, өйткені хадис бар. Мән кана фи ауни ахихи, кана Аллаху фи аунихи деген. Білесіз ғой хадисті? Кім өзінің бауырының қамқорлығында болса, қажетінде, Аллах тағала оның қажетін жауып қояды. Істейік, біз білмейміз, қазір емес, мысалы қазір мен мұқтаж емеспін, келесіде мен балам мұқтаж болып қалады. Немесе мен басқа бір ісім көмек керек маған. Сол кезде Аллах тағала жабық тұрған есіктерді ашады. Ол қолмен істейтін нәрселер емес, ол ақшамен сата алатын заттар емес. Ол кәдімгідей біздің мінезіміз бар, мәмілеміз, адамдармен, Алламен мәмілеміз, солардың барлығына байланысты. Сол үшін біз ойлаймыз, мен не істеп жатырмын соншама деп. Ондай емес, істеп жатырмыз. Дөрекіміз, қатыгезбіз, бейқамбыз, сондай да ғой. Содан кейін жолдарымыз ашылмайды. Тіпті жүрегіміздің қатты болуына бейқам адам болады ғой, бір жестокий адамдар. Біреу мұқтаж болып тұрды, оған даже әсер етпейді. Жүрегі даже ауырып тұрған жоқ қой оған. Вот сондай адамдар болады. Онда ол демек Аллахтың мейірімі түспей тұр деген сөз ғой. Ол қалай оның дұғасы қабыл болады? Сондай нәрселер көп. Енді ол айта берсе, ол үшін талимул мутаалим бар, әдептер, мұстахаб амалдар бар, сол нәрселермен өтілетін нәрселер ғой. Ал әйгерім ұстаз, мысалға өміріңізде дұғаға қатысты бір естіген ерекше бір таңғажайып оқиғалар болды ма? Бір жаңа сіз өзіңіздің 7 жылдан кейін балалы болғаныңызды айттыңыз. Өзіңіздің өміріңізде ма, немесе жақын туысқандарыңыздың өміріңізде ма, бір дұғаға бір байланысты 180 градусқа өзгерген оқиғалар есіңізде ма? 180 адамдардың өзгеруі ма? Адамдардың өзгеруі, немесе жалпы бір дұға айтты, сол дұғасы бір ерекше қабыл болған.
біз мысалы осы подкаст басталғалы бері біз көп сұраймын, жаңағы қандай өміріңізде дұға қабыл болды, ерекше дұғалар болды деп. И сол кезде кәдімгідей әртүрлі біз қарапайым нәрселердің өзі болады, байқамай жүрген, немесе бір ерекше бір сәттер болады, алла тағала бір ойламаған жерден қабыл еткен, жаңағы артығымен қабыл еткен дұғалар болады. Көп ондай. Мен өзім дұға еттім туысқандарым намазға келсін деп. Енді намаз оқиды ғой туысқандарымыз, альхамдулилля. Бірақ барлығы емес қой. Содан студент кезімде дұға ететім, туысқандарым намаз оқысыншы, намазға қырын жылдап біреусі қосылады. Сондай болып жатыр. Тағы балаларыма дұға етем, олардан нәтиже көрем, шәкірттеріме қараймын. Одан кейін басқа адамдарды көрем, оларда да дұға арқылы өзгереді. Өзгеріп жатады, көп ондай, почти енді өміріміздің бүкіл саламызда кездеседі. Біз бір адамды өзгертіп тастау біздің қабілет құдіретін күшімізде жоқ. Біз тек қана ол адамды дұғамен өзгеруіне ғана әсер ете аламыз. Мысалға, мынаған не айтасыз, Айгерім ұқсас, өмір бойы мысалы 20 жылдан бері әкесінің ішімдікті қойғанын дұға етеді, бірақ әкесі қойған жоқ. 15 жылдан бері күйеуінің лудоманиядан емделгенін қалайды, ойнамағанын қалайды, нәтиже жоқ. Немесе 10 жылдан бері ағасы наркоман, ол дұға етеді, бірақ болмай жатыр. Сондай жағдайда біз ол қыздарға қалай айтсақ болады, айтып жатыр ғой, мен сұрап жатырмын, бірақ әлі сол 20 жылдан бері ішіп жатқан адам, сол 20 жылдан бері ойнап жүрген адам сол ойнап жүр. Бірақ ешнәрсе өзгеріп жатқан жоқ. Сонда неге бұл дұғам қабыл болмай жатыр деген сияқты бір ой болуы мүмкін. Соған байланысты не айта аласыз? Ол жерде ол дұға етіп жатыр басқа адамдарға, бірақ біз тағдырға иман деген нәрсе бар ғой. Біз білу керек бізді, ал біздің қолымызда хидаят жоқ. Мысалы, именно осы мәселелерде ол хидаятты сұрап отыр ғой. Анау жаман ісін тастап, тура жолға түссін деп, дұрыс па? Енді олар тастамай жатыр. Ал бірақ біз білеміз, егер де хидаятты беретін тек Аллах Тағала, және де өзі адам оны қалау керек. Бұл дұғасы ана адамға, бөлек адамға қатысты болып тұр да. Ана адамның өзі қалап тұрған жоқ қой. Сол үшін да, бірақ мына адамға ол сауап болып жазыла береді ғой. Ол дұға етіп жатыр, ол одан ниеті жақсы да. Сол қиямет күніне неге маған айтпадың деп айта алмайды. Өйткені ол өмір бойы дұға етіп ол өмір бойы да дұға етіп жатыр да. Егер де бізде мынандай дұғалардың нелер бар ғой, қабыл болуына байланысты қағидалар. Дұғаның мысалға бірінші түрі ол бірден қабыл болады. Бірден сұрайсыз, бірден болады. Мысалы, ой, жаңбыр берші, бірден жаңбыр жауып береді. Мысалы, болады ғой. Болып қалады да, ойлайсыз, ой, қабыл болатын уақытта басқа бір нәрсе сұрап қойсам болатын еді ғой деген. Бірақ бірден болады да, мысалы. Кейбір дұғалар болады, береді осы дүниеде, бірақ кішкене бір уақыт керек. Мысалы, 5 жыл, 3 жыл, 3 ай, 2 сағат деген сияқты. То есть бір нелер болады, бір период күту керек. Бірақ болады. Мысалы, бала сұрадық, бізге берді, бірақ күттірді деген сияқты. Бірақ берді. Ал үшінші түрі бар, осы дүниеде берілмейді, бірақ ақыретінде не күнәлар кешіріледі, немесе сауап болып жазылады деген сияқты. Біз білмейміз ғой. Осы дүниеде берілмеген өзінде ол Аллахқа өзі сұрап жатқан үшін, ол да құлшылық қой. Сол үшін ол сауабын ала береді. Сол үшін осындай жағдайларда біріншіден ол әлі процесс біткен жоқ, әлі өмірлі. Может, ол тастауы мүмкін ана адамдар, ағалары, күйеулері. Әлі де біткен жоқ. Бізге негізгі ең соңғы результат керек. Екіншіден ол ана адамның тағдыры бөлекті. Мына адам дұға етіп жатыр, ол мынау бәрібір сол күйінде қалды дейікші. Демек, ол мына адамға Аллахты хидаят бермей тұр да. Бізде Алланың қалауы бар, пенденің қалауы бар ғой. Егер де екеуі сәйкес келіп тұрса, бұл супер. Тауфиқ деп айтады бұл. Ал егер сәйкес келмесе, онда ол Алланың қалауы жүріп кетеді да. Көріп жатсыз ғой. Мысалы, пайғамбарымыздың атасының өзі. Ол оған бізге байланысты қиссалар көп. Құранда да келген, хадистерде келген. Ана хадис бар ғой. Мынандай оқиға бар ғой. Бір қауым егерде адасқан қауым, бір адам тура жолда жүрген адамды адастырам дейтін болса, бірақ Аллах Тағала оған хидаятты нәсіп болса, ана толған адамдар бір адамды адастырмайды деген бар ғой. И керісінше бір қауым тақуа адамдарды, діндар, тура жолда жүрген, и бір адам адасуда жүр. Онда барлығы жабылса да бұл адамды хидаятқа келтіре алмайды. Бұл Аллахтың берген тарапынан нәрселер ғой. Ал біз үшін ол сынақ. Әйгерім ұстаз,
қазір қыздар енді оқуға түседі. Мысалы мектепте ол намаз оқып жүрген болуы мүмкін, немесе жалпы университет енді сентябрьден басталады, қыркүйектен жаңа орта қалыптаса бастайды. Университетте жаңа орта, мектепте жаңа орталар болады. Сол уақытта ортаға келіп өзгере бастайды көп қыздар. Мысалы намаз оқыған қыздар намазын тастап кете бастайды, ортадан өзгеріп. Немесе орамалын шешіп кетіп бастайды. Қазір көп өте қыздар орамалын шешкен, Инстаграмда, ТикТокта былай жариялап жүрген қыздарды өте көп. Сонда ондай жағдайда қалай болады? Ол жаңа ортаға келді, намаз оқып жүрген қыз еді, иманы әлсіреп кетті. Бірақ ол басқа жағдай ма? Ол басқа, ол мынандай нәрсе бар. Бізде мынандай қағида бар. Ол неде, ақидада үйретеді ол нәрсені. Мынандай нәрсе бар. Бір себеп жасаймыз ғой. Причинно-следственной связи деген білесіз ба? Когда себебін жасайды, сәбәп мусәббеп деген білесіз ба? Біз себебін жасаймыз, ал мусәббеп кім? Сол себепті результат қылып шығарып береді. Аллах қой. Ал біздің қолымыздан себеп, дұрыс па? Осы қағиданы біз жақсы білетін болсақ, онда біздің өміріміз кішкене жеңілдейді. Көп нәрселерді. Қағида ретінде ғана емес, мысалы теория андай, теологиялық құрып, қағида ретінде емес, өмірімізге кәдімгідей оны қолдану керек. Мысалы себеп бар, себепті жасаймыз, результатын Аллах береді, нәтижесін. Енді қараңыз, біздің исламдағы сенім бойынша былай, біз жасаймыз, мысалы суды алып келу үшін, тамақ ішу үшін, ризығымызды тауып алып келу үшін біз жұмыс жасаймыз, иә? Кәсіп, бұл себеп. Бірақ нәтижесі Аллахтан. Аллах қаласа береді, қаламаса бермейді. Қандай мөлшерде береді өзі? Иә, ол себептер артыған сайын, артып немесе кемейген сайын, мысалы нәтижесін содан көреміз, иә? Бірақ біздің жүрегіміздегі сенім нәтиже Алладан. Мысалға, кейбір кездерде болады, мен емделуім үшін мен дәрі ішуім керек. Негізі бұл дәрі себеп, шипаны беруші, яғни результатты беруші Аллах Тағала. Мен дәрі ішемін, егер Аллах қаласа ол дәрі маған әсер етеді. Мүмкін әсер етпеуі де мүмкін ғой. Әсер етпеуі де мүмкін. Көріп біздің сеніміміз бойынша, көріп отырсыз ғой, дұрыс сенімді Аллах Тағала результатын бермесе болмайды ол. Тура солай себептер жасаған кезде барлық нәрселерде, ол ризықты табу жайынан, тағы басқа, балалы боласы ба, бір результатқа, бір нәтижеге, жетістіктерге жетуіміз ба, кез келген нәрседе себебін ғана жасаймыз, біздің сеніміміз бойынша ниетімізді сондай, себебін жасаймын, результат Аллахтан. Бірақ бізге жүктелген нәрсе себепті дұрыс жасау. Бізге жүктелген. Мысалға, мен қалаймын су ішуге, мынау стаканнан, бірақ ішінде стаканнан су бітіп қалды. Ол себебі дұрыс жасалмай тұр. Бірінші құйып қою керек деген сияқты ғой, сондай. Байқайсыздар ғой? Жолдарын жасау. Бізге байланысты, мысалға, мен кәсіп жасағым келеді, барамда Сахараға барып сауда жасаймын. Адам жоқ кезде. Маған ризық келе ме? Себебі дұрыс емес. Біз адам бар жерде себебін жасаймыз, саудамызды. Дұрыс па? Бізге жүктелген дұрыс себеп жасау, бірақ сенім бойынша результатымыз Аллахтан болады деген сеніммен. Ал егер де біз сеніміміз мынандай болса, мен себебін жасаймын, и результатты өзімнен болса, себебіне байланысты, онда результат болмай қалса, бізде депрессия болып қалады. Байқайсыз ба? Сол үшін адам өмір сүргісі келмейді, тағы бір нәрсе болады. Бір жаман результаттар. Жаңағы осы себептер ғой. То есть жаңа орта барған кезде біз білу керекпіз да, себеп бұл. Бізге әсер ететін. Мысалы, жамандардың арасына барсақ, себеп болып тұр ғой біздің бұзылуымызға. Жақсы ортаға барсақ, себеп болып тұр жақсы жолға барып кетуіне, өйткені әсер етеді. Жақсы ортаны дұрыс таңдай білу керек. Иә. Ол менің жақын құрбым ғой, мен ондан жаңағы араласпай кете алмаймын деген нәрсе болмау керек. Иә? Демек, сенің құндылықтарыңа тура сәйкес келмей жатыр, немесе саған бір дұрыс әсер етпей жатыр ма? Ол ортадан қаншалықты сен ол жерді жақсы көріп тұрсаң да, ол құрбыңда кету керек. Жақсы ортаға. Өсекшілердің арасында жүрсеңіз, өсекші боласыз. Миллионерлердің арасында жүрсең, миллионер боласың, ұстаздардың арасында болсаң, бір күн ұстаз боласың. Ол себеп. Ана хадис бар. Менікі баяғы мен всегда кейбір бір мәселе болса, менде сразу есіме хадистер түсіп отырады да, бір оқиғалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда бір хадистер бар ғой, егер де жақсы дос таңдау, бұл ана миск сатушымен кездескен сияқты болады ғой. Мысалы, одан не иісі жұғады,
не ол саған қолына жағып береді, әдемі иісті боласың, немесе ең аз деңгейде иісін сезесіз. Ал егер жаман дос таңдасаңыз, ол ана от жағушы адам бар ғой мысалы, не алады, иә, әсер етеді деген. оның не күйесі жұғады киіміне, киіміңді білдіреді, немесе ана оттың нелер шоқтар түседі, киіміңді жандырып жібереді. Ең жаман деген кезде денеңізге тимесе де әсері, иісін сезесіз, ана күйенің, оттың иісін. Ол жақсы иіс емес қой, бәрібір білінеді, бәрібір әсер етеді. Орта, ол себептер. Сол үшін біз максималды түрде себептерін жасаймыз. Бұзылатын адам, әрине, если ол бұзылатын болса, ол бұзылады кез келген жерде, бірақ енді себептерін жасау. Бірақ жақсы ортаны Аллах тағала маған жақсы, хайырлы, білімді, ізгі, мені жақсылыққа жетелейтін ортаны нәсіп ет деп намазда сұрауымыз керек қой, дұғамызда. Иншалла сондай балаларымызға жақсы орта нәсіп қылсын. Әмин. Әйгерім ұстаз, осы подкасттың соңында мен бір сұрағым келіп тұр. Мысалы, сіздің өміріңізде енді көп кітап оқисыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерін оқисыз, өміріңізді өзгерткен 3 хадис немесе аят, немесе бір ғалымның сөзі, немесе соңғы рет оқыған, немесе кез келген уақытта сізге өмірлік ұстаным беретін 3 хадис немесе аят бөлісіп кетсеңіз. О, көп ондай аяттар, хадистер. Негізгі 3 керек. Өміріңізге қатты әсер ететін. Бірінші аят, мен ең басты қағида. Алдында бір подкастта Нұртас Адамаймен тоже түсірді, соны айттым. Маған қатты әсер етеді. Құранда аят бар. Уәмән яттақиллаһа яджъал лаху махраджа деген. Кім Алладан қорықса, оған шығу. Маған да өте қатты әсер етеді. Қатты әсер етеді. Тақуалық. Мысалға, былай қарайтын болсақ, мен қолымнан келетін еш нәрсе жоқ. Бірақ талай рет бір конфликттер болып қалады, бір қиын жағдайлар түсіп қалам, иә. Тақуалықтың арқасында Аллахтан сұрай берем, біреуге зұлымдық жасамауға тырысам. Сол кезде маған бір жолдар ашылады. Осы и басқа адамдарға да, бір адамдар алдынан есікті жауып тұрса да, ол адам бәрібір керемет нәтижеден шығып көрінеді. Осы аятқа байланысты. Кім тақуалық етеді, Аллах тағала оған жол ашпайды. Мысалға, өте ақылды, қу адамдар өте көп қой, небір стратегияларды білетін, прям заумный адамдар өте көп. Не үшін олар күшті результатқа келмейді? Келсе де бір уақытша ғана, немесе оны хайырлы, берекесіз болады. Ол кезде мен аятқа қараймын да, Аллах тағала ол нәрсемен жолды ашпайды. Біздің ақылмен, жоқ, ондай емес. Тақуалықпен ашады. Ол хайырлы, берекетті болады. Ол аз болсын, көп болсын, бірақ Аллахтың берген, ашып берген жолдар бізге жақсырақ болып тұр ғой. Ол жолдарды тек тақуалықпен аша аласыз. Андай күшпен біреуден тартып алу, қастандық жасау арқылы емес, жоқ, ондай емес. Мысалға айтады да, қазіргі уақытта сиқыр деген өте көп. Біреуге сиқыр жасалыпты, маған отбасыма сиқыр жасалды деген. Сонда мен байқайтыным, оны жасаған адам, енді жүрегі аттың басында жүрек шығар, ол кісінікі де ойлаймын кейде. Мысалы, біреуге зұлымдық жасап отыр. Сен бір нәрсені істегің келеді, бірақ мына жақта конкуренттің сенің алдыңнан қайта-қайта шығып кетіп жатыр. Мысалға, бизнесте. Сен тұрасында, егер мен мынаны жоймасам, мынаны көзін құртпасам конкуренттің, онда мен өмір бойы осы жерде қалып кете беремін деп ойлайды. Бірақ та ол тақуалық жолы емес қой. Ол Алладан қорқатын адамның жолы емес қой. Өйткені сен оны құлаттың ба, сен құлатқан күні өзің құлайсың. Жаңағы адамның жолын жапқан күні, сиқыр жасадың, немесе барып бизнесіне барып бір зияныңды тигізіп кеттің ба, сен сол күні өзіңнің бизнесіңді түбегейлі күйретесің. Өйткені Алла тағала саған шығатын жолды емес, сол өзің тіпті тұңғиыққа кететін жолды таңдап тұрасың да, автоматты түрде. Бұл бірінші. Ал енді екінші, өміріңізді өзгертетін, екіншісі бұл пайдалы болу. Жаңағы алдында айттық қой біз подкастта. Біз айттық, хойрун нас анфағун нас. Пайдалы болу қоғамда. Өйткені біз өміріміз бір-бірімізбен болады ғой. Пайдалы болу керек. Өзіміз соған тырысу керекпіз ғой. Қайда жүрсеңіз де, туыстардың арасында, отбасыңызда, ата-анаңызға, дінімізге, қоғамға. Тілмен, қолмен, сөзбен. Кез келген. Пайдалы болу. Үшіншісі, бұл мынандай аят бар. Иъдилу хуа ақрабу лит-тақуа деген. Машалла, иә. Аят бар. Әділдік жасаңдар, себебі әділдік ол тақуалыққа жақынырақ. Шынымен қарайтын болсақ, біз ойлаймыз ғой, мен тақуа, мен Аллахты жақсы көремін, адамдарды жақсы көремін, Алла разылығы үшін деп.
өтірік сөз болады. Шынайы бұл әділдік. Адамдарға әділ болыңдар. Мысалға Омар радиаллаху анху, ол болды ғой, әділ болды. Әділдігімен ол Аллахқа сүйкімді болды, адамдарға сүйкімді болды. Үмметке хайырлы адам болды ғой, әділдікпен. Вот әділді болу керек. Ол балаларымыздың арасында, үйімізде, жұмысымызда, мысалға жұмыскерлеріңіздің араларыңызда бір ер адам, әйелдер бар ма, әйелдердің арасында, балалардың арасында, туыстардың арасында барлық жерде әділ болу. Хақ пен міндеттерін орындаған кезде. Өзіңмен де әділ болу. Өзіңмен де әділ болу. Тақуалық, вот нағыз тақуалық. Машалла. Әйгерім сіз эфирдің соңында қыздарға бір дұғаңызды арнасаңыз. Кішігірім. Дұғамды. Қандай не тілейсіз қыздарға? Көріп отырған қыз келіншектерге, аналарға, иншалла. Берекелі өмір. Берекелі өмір, өйткені өміріміз тез өтіп кетіп жатыр ғой. Қазір ойлаймын, мысалы өзіміз уже мынандай жасқа келіп қалдық. Жарты өмір уже, енді продуктивный өміріміз кетіп қалды ғой уже. Енді көп болса бір 10 жылда кішкене күш қуатымыз болады, одан кейін уже адам әлсірейді ғой. Сол үшін берекелі уақыт, денсаулық, ризық болса ризық берекелі болсын, садақа болса садақасы да берекелі болсын. Барлық өмір берекелі болса. Вообще маған жақсы берекелі адамдарды ұнатамын, өзім жақсы көремін. Сол үшін семьясында да кез келген жерде бір болады кейбір адамдар. Қайда жүрсе де бір жайнап жүретін адамдар болады. Мысалы келіншектер, мысалы мен әйелдермен жұмыс жасаймын ғой. Бір жүрген жеріне, үйінде болса, үйінде тамағы да берекелі. Үйінде балаларына қараса, балаларына да күшті қарайды, керемет. Бір жұмыс істесе де бір жұмысын аяғына дейін жалғастырып, толығымен бір күшті қатыратын қыздар болады, бір берекелі. Үйде қыз баламы, ол ата-анасының алдында да бір керемет қыз болады да. Ал Алла тағала берекесіздіктен сақтасын деп ойлаймын. Ол жүрген жерінен су шықпайтын адамдар болады. Ол сондай қиналамын мен жай қарап тұрып қиналып кетемін, шаршап қаламын прям. Сол үшін қыздарға тілейтін әрбір ісіміз берекелі болсын. Біз дұға айтамыз ғой, баракаллаху фикум деп. Не үшін барака деген Аллахтың қалай еді? Благословение Аллаха деген. Берекесі, жақсылығы, благословение. Аллах тағаланың сондай бір несі болса, берекесін қойып қойса, ол біркіл істе ол пайдалы болады. Машалла. Әйгерім ұстаз, бүгінгі подкастқа келгеніңіз үшін үлкен рахмет. Біліңізбен бөліскеніңіз үшін, уақытыңызды бөліп арнайы келгеніңіз үшін, иншалла университетте көптеген қыздардың білімінің артуына бір себепкер боласыз деген үміттемін. Машалла. Мынау гүл сізге, жалпы келгеніңізге, осындай гүлдей жайнап, көптеген қыздарға пайдалы біліміңізбен бөлісе беріңіз. Және біздің теңдес дұғалар кітабымыз. Машалла. Бұл жерде дұғалардың 100% білесіз, бірақ сонда да сізге пайдалы болсын деп естелік ретінде. Өзім де қайталаймын. Алла разы болсын. Амин, баршамызға. Амин. Красивый. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті қыздар, бүгін біз Әйгерім ұстазбен бірге өте дұғаға қатысты, жеке өмірге де қатысты, қоғамға да қатысты үлкен бір тақырыптарды бөлісуге тырыстық. Ең бастысы біздің ниетіміз сіздерге пайдалы болу. Жаңа Әйгерім ұстаз айтқандай, иншалла осы подкаст сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Өздеріңіздің парақшаларыңызда бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.